Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін мен сіздермен езілмей пісетін ас қабақпен жасалатын өте дәмді мантының оп-оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар және де каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қатты лаулып қамыр илеп қоятын боламыз. Жалпы негізі мантының, ханым, пельмен, бешбармақ болсын, сол тамақтардың қамырын қаттылау қылып илесеңіздер, сол кезде қамыр езіліп кетпейтін болады. Бір жұмыртқаға шамамен 150 мл су құйып, бір шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып алдым да, ұн қосып қаттылау етіп қамыр илеп қойдым. Қамырды қайта-қайта илеп, ұюын қандырып, пакетке орап, 10 минутқа қойып қоямыз. Ол уақыт аралығында пиязымызды ашып, асқабақты ашып, майдалап турап аламыз. Асқабақтың қабығын ашып дайындап алған соң, пиязды 4 пиязды майдалап етіп турап, видеодағыдай жақсылап қолмен мұжып езіп алатын боламыз. Сол кезде пиязы өліп, мантының ішінде кірт-кірт етпей дәмді болып шығатын болады. Асқабақты да майдалап тураймыз. Қатты ірі болып кетпесін, майда-майда кубиктарға турасаңыздар жетеді.
Асқабақ пен пиязымызды біріктіріп, керегенше тұз, керегенше бұрыш қосып, жақсылап етіп араластырып қоямыз. Мантымыздың начинкасын дайындап болған соң, қамырға кірісек, қамырды 2 бөлікке бөліп, қайтадан ұюын қандырып, илеп, 10 минутқа тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Қамырды қаттылау қылып илегендіктен қайта-қайта демалдырып, жайған дұрыс болады. Сол кезде тез әрі оңай жайылатын болады. Қамырды тағы да осылай үстінен басып, тағы да 10 минутқа бетін жауып демалдырып қоямыз. Әбден демалған қамырымызды алып, жаюға кірісеміз. Жұп-жұқа етіп қамыр жаятын боламыз. Бұл қамыр қаттылау болып иленгендіктен, қаншалықты жұқа жайсаңыз да қамыр езіліп кетпейтін болады. Қамырды кесетін кезде кішкене осылай ұн сеуіп алыңыздар, жабысып қалмас үшін. Видеодағыдай қамырымызды 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Бір қасық начинкамызды салып, манты бөгетін боламыз. Мантаварканың листін бірінші жақсылап майлап аламыз да, кейін үстіне мантыны қойып шығамыз. Соңында мантының бетін осылай кішкене майлап шықсаңыздар, қаязып қалмайтын болады манты. Мантымызды 45 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, езілмей піскен мантымыз да дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер, және де комментарияда менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.